Сәлеметсіздер ме? Мұнайлы ауданы номері 7 жалпы білім беру орта мектебінің 4 сынып оқушылары үшін әдебиеттік оқу пәнінен туған жердің табиғатын аялаймыз тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Біздің үлкен тарауымыз қоршаған ортаны қорғау. Бүгінгі оқу мақсатымыз: оқыған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру, эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Үлкен тарауымызға байланысты бейнефильм тамашалайық. Аға, қалдықтарды неге әртүрлі жәшікке саламыз? Оларды қоқыс төгетін жерге апарғанда бәрібір араласып кетпей ме? Дана, бұл қалдықтар қоқыс төгетін жерге апарылмайды. Қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін, әрі табиғи байлықты келешек ұрпақтарға жеткізу үшін оларды қайта өңдейді. Сондықтан әр нәрсенің қалдығын жасалу материалына қарай тиісті жәшікке салу керек. Өзің ойлашы, әр адам керексіз деп 100 килограмм қоқыс тастайтын болса, барлық адамның тастағанынан жер беті алып қоқыс алаңына айналмай ма? Расында да солай. Олардың біразы биологиялық қалдықтар болғандықтан шіріп, топыраққа сіңіп, жоқ болып кетеді. Бірақ көптеген қалдықтар биологиялық емес, яғни олар топыраққа сіңбейді. Кейбіреулері бойларынан улы заттар бөліп, топыраққа, суға, ауаға зиян келтіріп, тіршілік атаулыға қауіп төндіреді. Табиғатты қорғау үшін біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан көп нәрсе келеді. Ең бастысы, керексіз қалдық дегенді азайтуымыз керек. Қалайша? Табиғи байлықты үнемді пайдалану, қолданылған затты қайта пайдалану және оларды қайта өңдеу арқылы тасталатын қалдықтардың санын едәуір азайта аламыз. Табиғи байлықты үнемді пайдалану дегенді түсінбедім. Табиғи қуат пен байлықтың да шегі бар, сондықтан оны үнемдеп пайдалану керек. Мысалы, тіс жуу кезінде суды тоқтаусыз ағызып қоюдың қажеті жоқ. Ерінбей жауып, керек кезінде ғана ашатын болсақ, қаншама су үнемделеді. Бізге қажеті жоқ кезде шамды өшіріп жүру, дала салқын кезде үй ішінде салқындатқышты қоспай, терезені ашып қою, немесе дала жылы кезде үйдегі жылытқыш құралдарын бәсеңдету, көрмеген кезде теледидарды, пайдаланбайтын кезіңде компьютерді өшіріп қою арқылы электр қуатын үнемдеуге болады. Қайта пайдалану дегенді қалай түсінуге болады? Бір рет қана пайдаланатын заттар керексіз қалдықтар санын көбейтеді. Мәселен, бір-ақ рет пайдалануға арналған ыдыс көп. Сондықтан мұндай ыдыстың орнына үнемі қайталап пайдалана беруге жарайтын ыдысты қолданған жөн. Немесе күнделікті дүкенде берілетін полиэтилен қаптардың орнына көпке шыдайтын сөмкелерді ұстаған дұрыс. Сынған немесе жыртылған ойыншықтарды жөндеп алып, қайтадан ойнауға болады. Егер саған қажеті жоқ ойыншықтар, кітаптар, жиһаздар, киімдер болса, оларды қоқысқа тастамай, керек еткен адамға беру де қайта пайдалануға жатады. Түсінікті. Енді қайта өңдеу дегенді түсіндіріңізші. Қайта өңдеу дегеніміз пайдаланылған ескі заттардың материалдарынан мүлдем жаңа зат жасап шығару. Пластик бөтелкелерді, темір қалбырларды, әйнек пен қағазды, электр шамдарын, тіпті батарейкаларды да қайта өңдеп, жаңасын алуға болады. Сондықтан оларды лақтырып тастамай, қайта өңдейтін тиісті орындарға өткізуге болады. Затты қайта өңдегеннің табиғатты қорғауға қандай қатысы бар?
Мысалы, қағаз ағаштан жасалады. Сондықтан қағазды қайта өңдеп, үнемдеу арқылы орман ағаштарын кесуден сақтап қаламыз. Түсіндім. Қоршаған ортаны қорғау қасиетті борышымыз. Табиғи байлық шексіз емес. Оны қорғап, сақтау әр қайсымызға парыз. Қоршаған ортаны қорғау әр адамның күнделікті әрекетіне байланысты. Мінекей балалар, қоршаған ортаны қалай қорғау керектігі жайлы көптеген мәліметтер алдық. Ендеше балаларды осы табиғатты қорғауға баулып, өзінің өлең жинақтарын шығарған Сұлтан Қалиевпен таныс болайық. Сұлтан Қалиев 1943-2018 жыл аралығында өмір сүрген ақын. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Шығармашылығы негізінен балаларға арналған. Ақынның Сыныққа сылтау, Ғажайып тас, Кішкентай агрономдар, тағы да басқа өлеңдер жинағы бар. Ендеше Сұлтан Қалиевтің «Қандай болып өсеміз» өлеңімен таныс болайық. Табиғатты сүймейтін баланың көп кеселі. Ол обалды білмейтін тас жүрек болып өседі. Дегенді оқып бірдемен желеді тынысым. Жоғалғандай бірдеңем, кетті мүлдем тынышым. Бұл табиғат деген не, жұрттың емдер кеселін. Оны жақсы көрем бе, қандай болып өсемін. Табиғатты білемін, ауа, су, жер, күн, аспан, жан жануар гүлегін көк жиекке ұласқан. Қалса жерді қар басып, сақылдап қыс қысқанда, қалмасын деп қарны ашып, жем шашамыз құстарға. Өзінше бір күй дастан сайрағаны құстардың. Жыл 12 ай тынбастан тыңдауға оны құштармын. Енді балалар, өлеңнің негізгі ойы болатын шумақты тауып оқимыз. Өлең барысында айтылған мағынасыз, белгісіз сөздермен танысамыз. Кесел деген сөз ауру, сырқат, дерт деген мағынаны білдіреді. Құштар болу деген сөз жақсы көру, құмарту деген сөзді білдіреді. Бұл табиғат деген не, жұрттың емдер кеселін. Оны жақсы көрем бе, қандай болып өсемін. Кейіпкер сөзі монолог па, әлде диалог пе? Анықтаймыз. Есіңе түсір. Монолог дегеніміз әдеби шығармада кейіпкердің тыңдаушыға бағытталған ішкі сырын білдіретін сөзі. Ол кейіпкердің көңіл күйін, қуанышын, ренішін, күдігін білдіреді. Ендігі кезекте үй тапсырмасы, эссе жазу. Табиғатты қорғау үшін әр маусымда не істер едің? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.